Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге құмыра жасауды көрсететін боламын. Студияларға барғанда осындай құмыраларға гүл салынып, бидай салынып тұрады ғой, соны бүгін өз қолымызбен жасайтын боламыз. Яғни ванный набор ретінде гүл салып қойсаңыздар да, кисточка, щеткаларыңызды салып қойсаңыздар да бола береді. Мінекей бізге қажетті көлемді гипсімізді алатын боламыз. Бізге жалпы 700 грамм гипс қажет болады, себебі құмырамыздың көлемі бізде үлкендеу. 700 грамм гипсімізді алатын боламыз. Және сіздерге есептеуді көрсеттім алдыңғы сабақтарда. 700 граммнан -10-ды аламыз, 690 болады, 690-ды 2-ке бөлеміз, сонда бізде 345 грамм болады. Яғни весімізді ударить етіп 345 грамм су қосатын боламыз. Енді суды қосып болғаннан кейін гипс пен суымызды жақсылап араластырамыз. Түбінен жоғарғы қарай қайта бір массаға келгенше араластыратын боласыздар. Мұқият араластырыңыздар, іртік болып қалмасын бізде. Массамызды жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап араластырасыздар. Тағы да айтамын, іртік болып қалмасын. Енді қараңыздар, осындай шашық қажет болады деп айттым сіздерге. Міне шашықты осы құмыраның астына саласыздар. Өйткені біз гипсті құйған кезде ортасы қысылып қалуы мүмкін, құмырамыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін астына осындай полотенцаны салып жібересіздер да. Мінекей. Және де біздің дайын болған массамызға сухой пигментті қосып, кішкене узор шығарасыздар. Ол узор құйылған кезде өзі қай жеріне түсетін, өзі көрсететін болады. Осылай жайменде узор шығарамыз. Мінекей құмырамызды тегіс жерге қоямыз. Және де дайын болған массамызды құятын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бәрі ровно жетті бізде. Мінекей осылай бір жерде 20, 30, 40 минуттар қойып қоясыздар. Қолдарыңызбен сіркілеп жібересіздер. Ал енді полотенцамызды алып аламыз, астындағысынан. Мінекей осындай шұңқыр болады. Және де шет-шетіндегісін қырып аласыздар да, құмырамызды жаймендеп шешіп аламыз. Мінекей өте оңай шешіледі. Ортасын бұрап кішкене ауа кіргізіп аласыздар. Қатты тартып алмаңыздар. Және де тырнақтарыңызды абайлаңыздар. Себебі тырнақтарыңыз өскен тырнақ болатын болса, осы қалыптарға зиян келтіретін кезінде. Сол үшін абайлап қолданыңыздар. Мінекей ортасы шұңқыр, бізде осындай мрамор техникасы шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай узор өзі қалаған жеріне түскен. Мінекей өте әдемі шықты. Кепкеннен кейін барып жалтыратып лактайсыздар 1-2 күннен кейін.